Сәлем менің құрметті тыңдарманым. Бүгінгі әңгіменің тақырыбы өгей анам салған із. Өмір кейде тым қатал болып кететін секілді. Бұл әңгіменің кейіпкеріне өмірдің қатыгез болғаны соншама әңгімені жазуға батылым жетпей қаншама уақыт жүрдім. Өмірдің дауылды соққысына мойымай, бақытқа жету жолында қаншама азапқа төзгенін естігенде жүрегім сыздап қоя берді. Біреуді көріп пікір етесің, біреуді көріп шүкір етесің деген сөз осындайда қалса керекті. Бұл бейбақ қыздың тағдырын естіп, өз күніме мың алғыс айтып, көз жасымды бір сығып алдым. Мақсат бүгінгі таңда Алматы қаласының тұрғыны. Отбасында 2 ұл болса, кенжесі осы Мақсат. Әке-шешесі өз қолдарымен тұрғызған баспанасын тастап кетуге қимай, өз еліне оралудан бас тартты. Ал Мақсат болса, өз еліне қоныс аударуға бел байлады. Мақсат жалғыз өзі, келіншегі Айнұр екеуі өз еліне оралып, Алматы қаласына қоныстанды. Өте еңбекқор, тыным таппайтын бұл жас жұбайлар үй алу үшін аянбай еңбек етті. Сол кезде елбасымыз оралман қандастарымызға квота беретін. Алайда сол арзымас ақшаны қалтаға басып алған алаяқтардың кесірінен қаншама елін жерін аңсап оралған жандар үй-күйсіз далада қаңғып жүрді. Мақсат пен Айнұр да алданғандардың бірі еді. Тапқан табыстары ішіп жеу, киім-кешек, пәтердің ақысынан артылмайды. Бір емес, бірнеше жерде жұмыс істеп үй алу үшін еш аянбады. Тіпті бір пәтерде тұрса да, бір-бірін көрмейтін кездері де болушы еді. Өйткені Мақсат түнгі ауысымда да жұмыс істейтін. Алып шаһар Алматыда ешбір таныс, туысы жоқ болғандықтан қыдырып барар, көңіл сергітер ешбір жері жоқ. Екеуі де жұмыстан бас көтере алмайды. Солай күндер өте берді. Бәлкім айтсам өтірік дерсіз. Алайда Айнұр бейресми түрде жүктілігінің 9 айына дейін тынбай жұмыс істеді. Іші кішкентай болған соң, босанар уақытының жақындағанын ешкім аңғарған жоқ. Соған қарамастан ешбір қиындықсыз сүп-сүйкімді қызды дүниеге алып келді. Есімін әкесі таңдап Шырайлым деп қойды. Өзбекстаннан енесі келіп, бірнеше күн қарайласып кетті. Декреттік ақшасы, баласының жәрдемақысы, осы күнге дейін жиған тергенінің бәрін жинап, бір бөлмелі пәтер сатып алды. Бұл әлемде олардан асқан бақытты жан жоқ секілді де. Алайда не себеп болғаны белгісіз, Шырайлым 2 айлық болған сәтте жұбайлардың арасында қатты жанжал болды. Айнұр 2 айлық сәбиімен өлердей сүйген жақынын тастап төркініне, Өзбекстан еліне кетіп қалды. Соншама қиындықтан өтіп, енді ғана бақытқа жеткенде, Айнұрдың неге бұлай еткені оқиға барысында айтылатын болады. Мақсат әйелінің артынан іздеп баруды ойына да алмады. Өзбекстанның анасы Зәуреш келіп, немере қызына күтім жасап жүрді. Балам бұлай болмайды. Бала тым кішкентай. Оған анасының сүті қажет. Сен бармасаң, біз әкең екеуміз келіннің үйіне барайық. Қаншама еңбекпен келген мына үй әйелсіз тоза-тоза болып кетеді. Жоқ, бармаңыздар, қызымды өзім өсіремін. Оған барушы болмаңыздар. Тым құрыса не үшін екенін айтсаң қайтеді. Туған сәбиін тастап кететіндей, Айнұр безбүйрек емес еді ғой. Егер мен адам танитын болсам, ол мұндай іске бекерден бекер баратын адам емес. Не болғанын айтшы. Мама, жетер енді. Егер қызыма қарауға қиналып жүрсеңіз, еліңізге кете беріңіз. Қызыма өзім қараймын. Сен қашан бұлай өзгеріп кеткенсің? Анаңа солай дөрекі сөйлеуге ұялмайсың ба? Сен үшін әкеңді, жылы жерімді тастап, шекара асып, келгендегі естігенім осы ма?
қайырымсыз надан болыпсың, міне қызың, ал қане қара, мама мен негізі. Зәуреш ұлының сөзіне құлақ аспай, түс ауа үйден шығып кетті. Шекара асып, түннің бір уақытында үйіне келді. Әйелінің түнделетіп жүргеніне Жолдасқан таңданып қалып: «Әй Зәуреш, неге түндетіп жүрсің? Не болды саған?» «Ана балаң әйелі кеткен соң жындануға шақ қалыпты. Келінді қайтармасақ болмайды». «Сені үйден қуып шықты ма?» «Қуған жоқ. Оның әбір-жулы түрін, қызына қараған сайын көзіндегі өкінішін көруге жүрегім шыдамады. Келінге не істегенін айтпады. Біз араласпасақ, бұл мәселе шешілмейді». «Балаң өзі не деп отыр? Келінмен бірге жасаймын дейді ме?» «Жасамай қайда барады? Таңертең келіннің үйіне барайық. Құдағидың алдынан өтіп, келін баланы табыстырайық». Келін байқұс сондай тәрбиелі жан. Оның бұл ісінің себебін еш түсіне алар емеспін. Жолдасхан мен Зәуреш келіндерін алып қайтатындарына сенімді болып, құдағиының үйіне барады. Алайда құдалары құшақ жая қарсы ала қоймайды. Ұлдарының не бүлдіргенін естігенде ұяттан кірерге тесік таппай қайтады. Айнұр өз шешімін өзгертпейтінін нық сеніммен айтып, ата-енесін шығарып салды. Жолдасхан үйіне жеткенше ашудан жарыла жаздап әрең шыдады. Жеткен бойда әйеліне бас салып ұрса жөнелді. «Балаң бізден жыраққа кетіп құтырайын деген екен. Оған берген тәрбиеміз ауаға ұшқаны ма? Оның ісін дұрыс демеймін. Алайда ол біздің баламыз. Оның ендігі өмірі не болмақ? Кіп-кішкентай сәби анасыз қалай өмір сүреді? Мен оған ескерттім емес пе? Кетпе дедім. Ол мені тыңдамай кетті. Ал ендеше өз қолымен жасаған қиындығымен өзі алыссын. Оған бармайсың. Оның атында атама, иттей болып өз аяғымен қайтып келеді. Ойбай-ау, жарық дүниеге енді ғана келген сәбидің күйі не болмақ? Балаң ол қызға қалай қарай алады?» «Бармайсың, дедім, бітті». Зәуреш екі оттың арасында қалғандай. Кетейін десе, жолдасының ит мінезінен қорқады. Не істерін білмей әбігерге түсті. Әйелінің келмейтініне көзі жетіп тұрса да, үмітсіз шайтан демекші, анасынан бір хабар күтіп, мақсат жол қарап жүрді. Бір шама уақыт өткен соң, үмітін үзіп, қызы үшін есін жиып, тіршіліктің қамына кірісті. «Мен ешкімнің көмегіне зәру емеспін. Қызымды өзім-ақ өсіріп аламын» деп намысын бір қайрап алады. Әйтсе де, жаңа туылған сәбиге қарау еркек адам үшін оңайға соқпасы анық. Екеуінің күн көрісі үшін жұмыс істемесе тағы болмайды. Бірге істеген жолдастары арқылы тұрмыстан қайтқан бір әйелді тапты. Есімі Гүлмира. Жасы Мақсатпен тетелес екен. Екеуі кездесіп, бірден келісіп, екі жарты бір бүтін болуға айналды. Гүлмира кіп-кішкентай шырайлымға тез-ақ бауыр басып қалды. Мақсат әке-шешесі туысқандарынан ешбір қолдау күтпей, оларға еш ескертусіз осылайша жаңа өмір бастап еді. Бұл хабар шекара асып, әкесінің құлағына жеткенде, Жолдасхан ұлының бұл әрекетін ақтауға еш негіз таппай, бір жолата өз ұлынан бас тартты. «Әкесі-ау, енді сен де түсінсеңші оны. Ол жалғыз, өзі қайтсын байқұс. Мені жібер дедім, жібермедің. Жаңа туылған қыз балаға қарау оңай деймісің? Оны жақтаушы болма. Мен оны осылай әр қатынның етегін ұстап кетсін деп өмір сыйладым ба? Тым құрыса алдыма келіп, бір ауыз рұқсат сұраса қайтер еді? Ол тайраңдап жүреді екен, ал біз мұнда соның кесірінен ұяттан жерге кірердей болып жүреді екенбіз. Солай ма? Ақыры бізді керек етпей, өзі шешім қабылдап, өзімен өзі өмір сүрген екен. Демек, менің де ондай балам жоқ. Бұдан бұлай бірде-біреуің оның атын атаушы болмаңдар», дейді әкесі. Жолдасхан осылай өз шешімін айтты, ал он екі сөйлейтінін, сөйлемейтінін, алған бетінен қайтпайтынын бәрі жақсы біледі.
зәуреш ұлының жолына телмірумен күн өткізіп сары уайымға салынып жүр. Ана жүрегі баласы үшін шырпыр болып жанын қоярға жер таппай жүр. Ауылдың бәрі түгел Мақсаттың туған еліне барып мүлдем басқа адамға айналғанын айтып өсек етуде. Бұл сөздер Жолдасханның баласына деген ашу ызасын одан сайын қоздыра түсуде. Алайда әке-шешесі мен туған перзенттің жолы екіге айырылады. Гүлмира туған анасы бас тартқан шырайлым қызға жақсы күтім жасап жүрді. Мақсаттың қызына қарауға шамасы жоқ. Бірнеше жерде жұмыс істейді. Осылай жылдар өте шықты. Шырайлым 3 жастан асты. Тілі тәтті, өзі сүйкімді қыз болып өсіп келеді. Өзі тынымсыз, әр нәрсені сұрап, Гүлмираға маза бермейді. Екеуі таңнан кешке дейін 4 қабырғаның ішінен шықпайды. Гүлмира асыранды қызын сыртқа алып шығудан үнемі қашқақтап жүреді. Шырайлым тынымсыздығынан 4-5 жасқа жеткенше талай отқа күйіп суға батты. 5 жасқа толса да тілінде кемістік бар. Тым тұйық болып үнемі 2 қолмен құлағын жауып отыратын әдет шығарды. Ал Мақсаттың ештеңемен шаруасы жоқ. Тек ақша тауып, әйелі мен қызын керек жарағымен қамтамасыз етіп жүргеніне шүкір етіп күні өтуде. Жұмыстан шаршап, сілесі қатып келеді. Әкесін көрген бойда алдынан жүгіріп шығып, мойнына асылып, қатты құшақтаған қызына көңіл бөлетін әке жоқ. Керісінше үнемі кеудесінен итеріп жібереді. Міне тағы да бүгін Мақсат кірген бойда Шырайлым алдынан жүгіре шығып мойнына асылды. Қатты құшақтағаны сонша тіпті әкесін тұншықтыра жаздады. «Қызым, сенің мұның не? Шырайлым, кел қызым, маған келе ғой. Әкең жұмыстан шаршап келді. Кәне маған келші, сені өзім көтеремін». «Әке, Шырайлым, қызым қырсық па?» Гүлмира өгей қызын әкесінен күштеп әрең ажыратып алды. Балалар бөлмесіне апарып, біраз уақыт ойнатып, жуынып шайынып болған күйеуіне ас ауқатын берді. Күндер осылай өте берді. Әкесі мен қызының арасы тым суық. Гүлмира екеуінің бірге уақыт өткізуіне үнемі кедергі келтіріп, түрлі сылтау іздеп табатынды шығарды. Шырайлым 7 жасқа толып мектепке бара бастады. Үнемі Гүлмира оны ертіп жүретін, оң мен солын ажыратып, есін білген қыз өзінің туған анасы санап айтқанын екі етпей орындап жүрген әйелдің өгей анасы екенін білді. Бірге оқитын сыныптастары мазақ етіп, «Сен тастандысың, сені анаң тастап кеткен» демегенде тіпті білмей жүре беруші ме еді. Сол күні қыз байғұстың жүрегіне қандай салмақ түскенін кім білсін. Сол күні оны мектептен алып кетуге Гүлмира келген болатын. Бірақ оны мектептен таба алмады. Мұғалімі оның әлде қашан кетіп қалғанын айтты. Гүлмира есі шыға жаздап бүкіл жерден іздей бастады. Әңгіменің жалғасы келесі видеода.